Ұлыбританияда масалар арқылы вирус жұқтыру жағдайлары 2 есе өсті. Чикунгунья әдетте өлімге әкелмейді, бірақ кейбір науқастар жылдар бойы буындардағы ауырсынуды сезіну мүмкін. Ұлыбританиядағы денсаулық сақтау қауіпсіздігі агенттігі елде масалар арқылы таралатын чикунгунья вирусын жұқтыру жағдайлары 2 еседен астам өскенін хабарлады. Ведомствоның мәліметі бойынша негізінен Африка мен Оңтүстік Азияда кездесетін және кенеттен дене қызуы мен буын ауруын тудыратын чикунгунья вирусын жұқтыру бойынша жылдың алғашқы 6 айында 70-тен аса жағдай тіркелген. Бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есе көп. Бұл жағдайлар негізінен туристер мен шетелге сапарларға байланысты. Чикунгунья әдетте өлімге әкелмейді, бірақ кейбір науқастар жылдар бойы буындардағы ауырсынуды сезіну мүмкін. Көптеген адамдар 2 апта ішінде толық қалпына келеді, ал өте сирек жағдайларда ауру өлімге алып келуі мүмкін. Агенттік вирустың Үнді мұхиты аймағында таралып жатқанын айтады. Ұлыбританиядағы жаңа жағдайлардың барлығы дерлік Үндістан, Шри-Ланка және Маврикийден оралған саяхатшылар арасында тіркелген. Вирусты масалардың 2 түрі тарады, бірақ олар Ұлыбританияда кездеспейді. ЮК-ның қоғамдық денсаулықты сақтау жөніндегі кеңесшісі Филипп Виль саяхатшыларға масаның шағуын болдырмас үшін кеңес берді. Чикунгунья ауруға айналып кетуі мүмкін. Саяхаттау кезінде жәндіктерге қарсы құралдарды қолдану, кең киім кию және инсектицидтермен өңделген москит торлардың астында ұйықтау маңызды, деді ол. Қауіпті аймақтарға баратындарға чикунгунья вакцинасын алуға кеңес беріледі. Чикунгуньядан басқа Ұлыбританиядан, яғни әдетте орталық және Оңтүстік Америка және Кариб теңізінде кездесетін ропоч вирусының алғашқы жағдайлары туралы хабарлады. Негізінен кішкентай маса шаққанда жұғады. Ұлыбританиядағы немесе Еуропада белгілі тасымалдаушылар жоқ. Вирустың белгілеріне жоғары температура, қалтырау, бас ауруы, буындар мен бұлшық еттердегі ауырсыну жатады. Дүние жүзіндегі 2024 жылдан бастап ропоч ауруы көбейіп кетті және жүкті әйелдерге вирустың ықтимал әсеріне байланысты ерекше сақтық шараларын сақтау ұсынылады.